Дүниенің кеңдігінен не пайда, егер аяқ киімің тар болса дейді. Ассаламу алейкум, қош келдіңіз менің YouTube каналыма. Студияда Айнұр Артықбайқызы. Бір бизнесмен молдамен кездесіп қалып айтып жатыр дейді. Молдеке, сіздер намаз оқи беріңіздер, құлшылық ете беріңіздер. Енді біздің уақытымыз жоқ қой. Біз бизнесменбіз ғой. Біз Құран оқуға, намаз оқуға, сондай бір жақсы нәрселерді істеуге біздің уақытымыз жоқ қой дейді. Жұмаға бармаймыз, Құран оқуға да уақыт жоқ. Сондай заман болды ғой, қазір барлығын ақша шешеді ғой дейді. Бірақ біліп қойыңыз, сондай айтып жүрген, ойлап жүрген адамдар болса, біліп қойыңыз. Егер зәулім сарай сатып алсаңыз, ішіне берекені беретін кім береді? Сіз емес, ақшаңыз емес, Алла береді. Алла. Тәтті тамақ сатып алсаңыз, тәбетін беретін бір Алла. Жұмсақ жастық, көрпе, пәлен мыңға сатып алсаңыз, тәтті ұйқыны беретін бір Алла. Пәлен долларға дәрі аларсыз. Больницаға барып емделіп, ақша шешеді бәрін. Бірақ шипаны беретін бір Алла. Сондықтан біз әрбір ісіміз, жүрген жүрісіміз, тұрған тұрысымыз барлығы Алла деп тұру керек. Себебі Аллах істеп жатыр. Сіз білесіз бе, мына жүрегіміз біздің әрбір соққан сайын Алладан рұқсат сұрайды екен. Әрбір соққан сайын. Біз білмейміз ғой, қанша күніне қанша рет соғады жүрегіміз. Әрбір соққан сайын Аллах тағаладан жүрегіміз рұқсат сұрайды екен. Я Аллам, я Раббым, тағы бір рет мен соғайыншы деп, сол кезде Аллах тағала иә деп айтады екен. Мына біздің ішіміздегінің барлығы бүткіл заводына, бүйрек, бауырына, бас, ми барлығы жұмыс жасап жатыр. Соның барлығы Алладан, әрбір жұмыс жасаған сайын Алладан рұқсат сұрайды екен. Мен істейінші тағы да, соғайыншы деп, сол кезде Аллах тағала иә деп айтады екен. Ал сіз ойлаңыз, егер жоқ деп айтып қалса, сіз 2-3 минут, 5 минут демалмай өмір сүре аласыз ба? Жоқ. Біз тікелей Алланың алдына барамыз ол кезде. Соны ойлайық. Келесі кездескенше мен каналымда сау сәлемет болыңыздар.